Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Тамаша көңіл күймен. Онда біз бір-бірімізге тілек тілеуден бастайық. Жалпы цифрландыру тілінде жылы лебіздерімізді бір-бірімізге айтайық. Кәдімгі орныңыздан тұра қойыңыздар. Бір-біріміздің алақанымызды бір-бірімізге кигіздіріп, қолдарымыздан цифрлық тілде деген кезде біздің компьютер, компьютер тілінде жылы лебіздерімізді бастаймыз. Қандай жаңалықсың? Google'da izlemezsin. İnternettesin. Kitap daytarasın. Smartfonda sızlarsın. İnternette sularısın. YouTube'da izlersin. Smartfonda sızlarsın. Kompüterde akıllısın. Kahvede alırsın. Kompüterde akıllısın. İnternette sızlarsın. Отыра қойыңыздар. Әдемі тілектерімізді айтып, сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын балалар біз топқа бөлінейік. Мына жерде киіз үй берілген. Өзіміздің құндылығымызды дәріптеу. Киіз үйді басып, бұл жерде сіздердің топтарыңыз жазылған. Бірінші топ бүтін сан, екінші топ нақты сан. Келе қойыңыздар сіздер. Қатарға тұра қойыңыздар. Ағайсыз, өздеріңіз киіз үйді таңдаңыздар. Бір қатарға тұра қойыңыздар, ағайсыз. Мына жаққа қарай тұрыңыздар. Қосқан ағайсыз. Бүтін санға барыңыз. Қосқан. Бүтін сан. Платформасында тапсырмасын екі оқушыдан сіздерден де келе алыңыздар. Айет артыңызға айырылмайсыңыз. Қайсыңыз келесіздер? Келе қойыңыздар. Қайсыңыз келесіздер? Бес алты оқушы келе қойыңыздар. Қастар қойыңыздар. Сұрақтар беріледі. Лабиринтте роботтарды жылжыту арқылы. Python бағдарламасын қалай іске қосамыз? Қайсымыз бастаймыз? Қазір бастаңыз. Вирустарды жеп қоймау керек роботтар, абайлап ұқыпты. Жарайсыз. Келесі сұраққа дайындалыңыздар, қайсыңыз жауап бересіздер? Өңделмеген әртүрлі фактілер, цифрлар болады, Роботымызды жылжыды, вирустар жеп қоймау керекпіз. Мұқият. Абайлаңыз. Вирус келе жатыр. Вирус жеп қоймасын. Жай, ұқты, жұмыс жасаңыз. Аржаңыздар жеке. Дұрыс таппадыңыз. Сізге соңғы покупкаңыз, соңғы мүмкіндік берілген. Балалар, сіздерді әрқайсыңыз өздеріңіздің сабаққа қатысқандарыңыз бойынша киіз үй бағалайсыздар өздеріңізді, жауабы дұрыс, жаңағы үй тапсырмасының жауаптары біреуінен қате кетті. Дүрбі әдісін пайдаланып жатырмыз. Мына жерге қандай сөз шығатынын мұқият қараңыздар. Қандай сөз шықты? Жарайсыздар. Бүгінгі сабағымыз арифметикалық өрнектердің жіктелуі. Бұл жердегі сабағымыздың мақсаты Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу. Жалпы Python программалау тілінде арифметикалық өрнектердің жазуын біліп үйренеміз, жазып біліп үйренеміз. Жалпы арифметикалық өрнектер дегеніміз балалар және амалдар, математикалық амалдарды пайдаланамыз ғой біз, дұрыс па? Есептер шығарғанда арифметикалық өрнектерді. Қандай амалдар бар? Математикалық бөлу, қосу, дәреже. Енді қараңыздар, жалпы арифметикалық операциялар дегеніміз сандардың орындалатын есептеу операциялар болып табылады екен.
Арифметикалық өндіктер жалпы сандық мәндерден тұратын және арифметикалық операцияларды қолданылады, я. Біз жаңа айтып өттік қой, математикалық амалдарды орындаған кезде қосу, азайту, бөлу, көбейту, я. Ең көптеген жағдайда осы амалдарды орындаймыз. Енді біз оның кітап жүзінде жазылғандағы, жазбаша өзіміз жазғанда айырмашылықтар бар, дұрыс па? Ол жерде айырмашылық деп атқанымыз көбейтуде. Біз оны кітап жүзінде болмаса компьютерге енгіздіргенде жұлдызшамен белгіленеді, және бөлуде сызықшамен белгіленеді. Біз соларды компьютерде жазу жағын қазір мұқият қарастырамыз. Міне сіздерде жалпы амалдардың таңбасы және амалдардың атауы берілген тақтаға мұқият қараңыздар. Сіздер осымен қазір жұмыс жасағанда қажет болады. Жалпы бұл жерде қосу, азайтуды біз білеміз, дұрыс па? Математикалық амалдарды орындағанда пайдаланып жүрміз. Біз көбейтуді көп жағдайда дәптермен жұмыс жасаған кезде не істейтін едік? Нүктемен, я? Ал біз компьютерде, кітаптарда жұлдызшамен белгіленеді, және бөлуіміз сызықпен белгіленеді. Ал бүтін бөлігін анықтауда қос сызық болады екен, және қалдықты анықтауда пайызбен белгіленеді. Көрдіңіздер ма? Және біз білесіздер балалар, Python программасында жұмыс жасалған кезде міндетті түрде тілді ауыстырмаймыз, я? Ағылшын тілінде қалып кетеді. Бұл амалдарды орындаған кезде де мұқият болыңыздар, ағылшын тілінде тұру керек, батырмаларымыздың бәрі. Жалпы өрнектер бір қатарға жазылу тиіс. Өрнектер жақша болғанда, жақша ішінде амалдар бірнеше рет орындалып жасалына береді. Егер өрнектер бірнеше жақша болса, онда амалдардың орындау ішкі жақшадан басталынады. Бізде екі жақшадан да кездесе беретін жағдайлар болады, есептерді орындаған кезімізде. Біз амалдармен танысып білдік, бұл жерде Pythonдағы модуль дегеніміз функциялары бар файлдар. Модульдің негізгі функциялары, атқаратын қызметтері жазылған. Санды дәрежелеу қандай деп оқылады? Қол. Біз жаңа сабағымызбен танысып болса, балалар, енді сіздерді топтық жұмысқа шақырамын. Топтық жұмысымызда осы амалдарды танысып білдік қой қазіргі, я? Сонымен жұмыс жасайсыз. Бүтін сан. Сіздерге тапсырма. Орнамай тапсырмызда қазіргі өткен. Сіздерде алдарыңызда тұра тұрсын. Я қазір сіздерге кішкене түсініп кетейін. Бала, бізде жалпы айтып өттік қой жаңа арифметикалық операциялар деп. Сіздерде бүтін санда берілді ма? Бүтін санда сипаттамаларын жазасыздар. Түсінікті ғой, ал сіздер қызметі берілген несін? Функциясын, негізгі функцияларын жазасыздар. Түсінікті ма? Қосу, азайту, бөлу, көбейту, бүтін бөлікті анықтау, қалдықты анықтау, дәрежелеу. Дұрыс берем? Бесін шығарғанда жауабын сіздерде кім айтады? Аида, Ғали, қайсыз? Санды дәрежелеу бұл, санның квадрат түбін табу стюарт, нақты санды ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектеу, сейл, нақты санды ең кіші бүтін санға дейін дөңгелектеу, фур. Біздерді жауабын білейік. Дұрыс тапқансыздар ма? Бізде бүтін саныкі нақты, ал сіздерді бір қарай жіберіңіздер, дұрыс шыққан ба? Жарайсыздар. Балалар, енді сіздер үй тапсырмасымен топтық жұмыс орындадыңыздар. Сол бойынша бағалап өздеріңізді отырыңыздар, ұмытып кетпеңіздер бағалауды. Бағалап отырсыздар ма? Сергі сатын біз сіздермен былайынан жасайық балалар.
Кітаптарыңызды қолдарыңызға алыңыздар, тек қана кітаптарыңызды ғана. Кітаптарыңызды алыңыздар. Кітапты бастарыңызға қойып, ақ парақты үстіне қойып, біздің сабағымыз, информатика пәні болғаннан кейін біз не істейміз? Компьютердің құрылымын сурет саламыз, құрылымын саламыз. Bir-birlerimizге көрсетейік. Қайсысы ұқсамды? Балалар, сіздерге тапсырма, жұптаса отырып, бізде біз жаңа сіздермен номиналдарды жұмыс жасап жүрміз, жалпы мына жерде өрнек берілген, жалпы берілген математикалық өрнектің мәнін табатын программа кодын жазып, нәтижесін шығарамыз. Сіздер екеу ара жұптасып, бірінші программа кодын жазасыздар. Екеу ара код осы жерге берілген жазыңдар, одан кейін компьютермен жұмыс жасайсыздар. Болса компьютермен жылдан жасадığınızda біреуіңіз buldunuz mu? Dolayısıyla da ayırmalılar da soğuk ayırmalının üzerinde. Жалпы екіншіде. Сіз не қайтып жұмыс жасаған Үнжу мен Аиданікі, одан кейін Алиасқар мен Қансұлтанікі, екі жұпымыз жақсы жасады. Біздегі жалпы қателік кеткендеріңіз байқадыңыздар, көбіңіз дәрежеден қате кеттіңіздер. Және мына жерде кім? Бізде Али біздегі жұлдызша нүктені қоюды ұмытып кетті. Біз кез келген айнымалының орнына кез келген мәнді беріп, айнымалының нәтижесін шығару керек еді. Енді сіздерге балалар жеке жұмыс, тағы да компьютермен жұмыс жасаймыз. Сіздер ең бірінші осы есікті алдыңғы тақырыпты кішкене жазып алыңыздар ма? Али? Жазып қойдыңыздар ма? Ең бірінші әрқайсыңызға бір есептен алыңыздар. Қателік кетпесін. Бірінші дәптерлеріңізге жазыңыздар, кім аяғап қалдыңыз ба? Бірінші дәптерлеріңізге жаза қойыңыздар, одан кейін бар компьютерден орындаймыз. 105-ке 5-ті қос. Қалай орындаймыз? Бірет? Бол. Сонымен компьютерге жазасыздар. Қолыңызға түскен. Қолыңызға түскен. Аспан. Дәптерге жазыңыздар. Енді 9-41. Нені білдіретін еді біздегі пайыз белгісі? Қалдықтың ба? 17-нің? 5 дәрежесі. Бізде кім кішкене қиналып қалдық па, Алип? Неден қате кеттік? Дәрежеден және жақтар жағынан, арифметикалық өрнектердің жазылуы бойынша біз сіздерден кішкене сұрақ жауап алайық. Кішкене төмеде болып отырғандарыңызда ма? Нұрайын шығады. Үнжу. Қайсымыз? 5 оқушыдан тұра қой, екі топтан. Екі жаққа қарай тұра қойыңыздар. Қарайсыз өз топтарыңызға қарайсыз, мұшақтарды. 5-еу шығыңыздар, жұптасы бірге, топ болып көмекте 8-де де болады. Бірақ біреуіңіз ғана бассаңыздар да болады. Аспан. Аның квадраты. Әр топ жеке-жеке жасасын. Басқаларыңызды көзге болады. Алиасқар, Алинұр. Біздегі бөлшек санды бүтін санға айналдырудан қателік кетті. Енді бұл жаңа сабақ болғаннан кейін бізде кемшіліктер болады. Кері байланыс бере қойыңыздар. Балалар, бұл жерде біз бағдаршамды алған себебіміз кері байланысқа біздің өмірімізде ең маңызды, қызыл жанған кезде не істейміз?
Соқтаймыз өмірімізді, иә, сақтау үшін сары жанғанда не істейміз? Дайындаламыз, жасыл жалынғанда жүреміз. Міне сол бүгінгі сабағымызға кері байланыс берсеңіздер, не түсіндіңіздер, түсінген жоқ болсаңыздар баса қойыңдар. Алинур Мади. Жылдам аттарыңызды баса қойсаңыздаршы. Алинур баса қойсын. Басып қойғаныңыз, отыра қойыңыздар, кедергі жасамай. Балалар, сіздердің кері байланыс бергенде біз өзімізді бағалау бойынша бағалай жейін, әрқайсыңыз бірінші топтан бастап кесел айта қойыңыздар. Хансұлтан. Хансұлтан қалай бағалайсыз өзіңізді? 8 балл. 8 балл. Жарайсыз. Тұрып айта беріңіздер, тез-тез. Әнесхар 8 балл. 8 балл. Жарайсыз. Дариға 8 балл. 8 балл. Келісеміз. Ақтоғын 8 балл. Жарайсыз. Аяла? 8. Аяла 8. Алинур балағымыз? 7 балл. 7 балл. Жарайсыз. Бағалауыңызға келісем. Сіздерден бастай беріңіздер, тез-тез. Айдар Тоғыза. Жарайсыз. Сүндір 8 балл. Жарайсыз. Бағалауыңызға құттаймын. 7 балл. Нади, жарайсыз. 7 балл. Я. Нұрсәулет 8 балл. Нұрсәулет 8 балл. Нұрәлім 7 балл. 7. Жарайсыздар балалар. Мен бүгінгі өздеріңізді бағалауларыңызға келісемін, иә? Әрқайсыңыз өздеріңіздің қателіктеріңіз бойынша жақсы нәтиже көрсеткіш бердіңіздер. Үй тапсырмасын жазып алыңыздар, 107-ші беттегі тапсырма, иә? Ондап келеміз. Сау болыңыздар, сабақ аяқталды. Рахмет сіздерге.